Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы сөз таптары. Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айдарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Сәлеметсіздер. Балалар, өткен сабақты пысықтау үшін мына тұрлаулы мүшелер мен тұрлаусыз мүшелерді өз орнына орналастырып көрейік. Біз тұрлаулы және тұрлаулы мүшелерді өттік. Тұрлаулы мүшелерге бастауыш пен баяндауыш жатады. Алдымен тұрлаулы мүшелерді табамыз. Ал енді тұрлаусыз мүшелерді орнына қоямыз. Ал енді өз жауабымызды тексеріп көрейік. Біздің барлық жауабымыз дұрыс болды. Жаңа сабақ сөз таптары деп аталады. Балалар, бүгінгі сабақта сөз таптары туралы білетініңді, зат есім, сын есім, сан есім, етістіктің нені білдіретінін, қандай сұрақтарға жауап беретінін еске түсіресіңдер. Олай болса, оқулықты ашып, бірінші жаттығуға назар аударамыз. Тақырыбын оқып, мәтін мазмұнын болжаймыз. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Мәтін не туралы? Өнер адам баласының жасампаздығын білдіреді. Жасау, құру, өндіру деген мағынадан туындайды. Оның мақсаты адам өмірін, қоршаған ортаны көркемдік тұрғыдан игеру. Өнердің сөз өнері, музыка, мүсін, кескіндеме, би, театр, сәулет өнері дейтін түрлері бар. Балалар, мәтін не туралы? Мәтін өнер және оның мақсаты туралы айтылған. Олай болса, өнердің мақсатын сен қалай түсінесің сұрағы бойынша бір-бірлерімен ой бөлісіңдер. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Яғни, біз ережені еске түсіреміз. Сені жан-жағыңнан қоршаған заттар, яғни сені жан-жағыңнан заттар қоршап тұр. Сол заттардың атын білдіретін сөздерді не деп атаймыз? Зат есім бе, әлде сын есім бе? Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Ал заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді не дейміз? Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздер етістік деп аталады. Заттар әр алуан белгілерге, яғни заттардың әр алуан белгілерге түрі, сапасына ие екенін білесіңдер. Мұндай белгілер бізде сын есім арқылы айтылады. Яғни сын есім заттың сапасын, түрін, түсін білдіреді. Заттардың санын білдіретін сөздерді біз сан есім дейміз. Балалар, біз сөз таптарын еске түсірдік. Олай болса, көркем жазу минуты айдары бойынша дәптермен жұмыс жүргіземіз. Төменде берген сөздерді көркем етіп жазамыз. Зат есімдер: мектеп, кітап, дос.
сын есімдер, әдемі, үлкен, мейірімді. Сан есімдер 2, 7, 15. Етістіктер оқиды, жазады, ойнайды. Өздерің жазған сөздерге сұрақ қойыңдар. Үшінші жаттығу: мақалды жатқа көркем жазамыз. Және осы мақалда берілген сөздерді сөз таптарына жіктейміз. Мысалы, ақыл көпке жеткізеді, өнер көкке жеткізеді. Мұнда ақыл, өнер сөздері зат есім болып табылады. Себебі оларға не деген сұрақ қойылады. Ал жеткізеді, не істейді? Жеткізеді. Бұл етістікті білдіреді. Ал енді балалар, кішкене диктант аламыз. Өнер, өмір көркі тақырыбында диктантты бірге жазып көрейік. Айнұр талантты суретші. Ол түрлі бояумен әдемі суреттер салады. Әсіресе табиғат бейнелерін салғанды жақсы көреді. Көгілдір аспан, жасыл орман, биік таулар оның суреттерінің көркі. Айнұрдың суреттері көрмеге қойылды. Көп адамдар оның еңбегін жоғары бағалады. Балалар, мәтіннен зат есімдерді теріп жазыңдар. Мәтіннен сын есімдерді теріп жазамыз. Сонымен қатар етістіктерді тауып, астын 2 сызықпен сызамыз. Мәтінде кездесетін сан есім болса, оны белгілейміз. Өнер сөзін қатыстырып, сөйлем құрап жазамыз. Ал енді әр сөз табы туралы білетініңді айт. Мысалы, біз осы сөз табы туралы айта отырып, біз аққала құрастырамыз. Мысалы, зат есім ол заттың атын білдіреді. Оларға кім не, кімдер нелер деген сұрақ қойылады. Яғни біз аққаланың төменгі бөлігін салдық. Ал сан есім деген заттың санын, ретін білдіреді. Сан есімге қанша, неше, нешінші деген сұрақ қойылады. Біз аққаланың екінші бөлігін құрастырдық. Келесі сын есім дегеніміз не? Сын есім заттың сынын, сапасын білдіреді. Оған қандай, қай деген сұрақ қойылады. Біз аққаланың жоғарғы бөлігін салдық. Ал етістік дегеніміз не? Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Оларға не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақ қойылады. Яғни біз аққаланы толық құрастырып біттік. Келесі, яғни экранда көрсетілген сөздерді сөз таптарына талдаңдар. Өнер, көркем, эстетикалық, игеру, сомдайды. Осы сөздерге сұрақ қойыңдар. Және өз беттерінше сөздерді сөз таптарына талдап көріңдер. Балалар, енді шырша әдісі бойынша біз кері байланыс жасаймыз. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болса, яғни сөз таптары туралы тақырып сендерге түсінікті болса, жасыл батырманы басамыз. Сендер жасыл батырманы бассаңдар, шыршадағы жасыл ойыншықтар жанады. Ал сөз таптары туралы түсінбесеңдер, қызыл батырманы басамыз. Яғни, сендерге түсініксіз болса, қызыл батырманы бассаңдар, қызыл шырша ойыншықтары пайда болады. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.